Кел, бірге болжап көр де біліп ал ойынын ойнайық. Бірінші деңгей. Қалай ойлайсың? Пілдердің неше түрі бар? А нұсқа 1, Ә 2, Б 3, В 4. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап Б. Жер бетінде пілдердің 3 түрі бар. Африкалық саванналық піл, африкалық орман пілі, азиялық піл. Африкалық саванналық піл Сахара шөлінен оңтүстікте ашық жазықтарда саваннада өмір сүреді. Бұл елдер Ботсвана, Танзания, Кения, Зимбабве, оңтүстік Африка. Африкалық орман пілі орталық және батыс Африканың тропикалық ормандарында тіршілік етеді. Бұл елдер Габон, Конго Республикасы, Камерун, Орталық Африка Республикасы, Конго Демократиялық Республикасы. Азиялық піл оңтүстік және оңтүстік шығыс Азияда өмір сүреді. Бұл елдер Үндістан, Шри-Ланка, Таиланд, Непал, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Бангладеш. 3 түрдің айырмашылығы дене пішінінде. Олар 2 қабатты үйдің жанында қандай биіктікте екенін қара. Африкалық саванналық пілдің жерден басына дейінгі биіктігі 4 метрге жетеді. Ол бірінші қабаттан биік. Салмағы 7 тоннаға дейін барады. Бұл Hyundai HD жүк көлігіне шамалас. Азиялық пілдің биіктігі 3 метр 20 сантиметр. Ол да бірінші қабаттан биік. Салмағы 6 тоннаға дейін жетеді. Шамамен Chevrolet Silverado жүк көлігімен бірдей. Африкалық орман пілінің биіктігі 2 метр 70 сантиметр. Ол бірінші қабаттан сәл аласа. Салмағы 4 тоннаға дейін жетеді. Ford F жүк көлігі сияқты. Африкалық пілдер мен азиялық пілдердің басты айырмашылығы құлақтарында. Африкалық пілдердің құлағы басынан үлкен, ал азиялық пілдердің құлағы басынан кіші. Құлақтар пілдерге дене температурасын реттеуге көмектеседі. Африкалық пілдер құлақтарын желпуіш сияқты желпиді. Бұл арқылы қан тамырлары бар құлақтар арқылы қанын суытады. Екінші деңгей. Қалай ойлайсың? Пілдер бір-бірін есіммен айтады деген рас па? А нұсқа я рас. Ә нұсқа жоқ, олай емес. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап А. Рас. 2024 жылы ғалымдар жабайы табиғатта әр пілдің өз есімі болатынын және басқа пілдердің сол есіммен оларды айтатынын анықтады. Пілдер есімдерді төмен жиілікті діріл арқылы жеткізеді. Бұл дыбыстарды тыңдау үшін ғалымдарға арнайы құралдар қажет болды. Сонымен қатар, пілдердің есте сақтау қабілеті өте жақсы. Олар өз өмірінің көп бөлігінде орындарды және басқа пілдерді есте сақтайды. Пілдер табиғатқа үлкен пайда әкеледі. Олар тұқымы бар жемістерді бір жерде жеп, басқа жерде нәжіс арқылы қалдырады. Осылайша пілдер өсімдіктердің тұқымын таратады. Тағы бір қызық қасиеті, олар жер астындағы суды сезіп, оны аяқтарымен, тұмсығымен және азу тістерімен қазып алады.
Кейін бұл суды басқа жануарлар да ішеді. Үшінші деңгей. Қалай ойлайсың, маймылды саусақ ізі арқылы анықтауға бола ма? Анусқа жоқ. Саусақ ізі тек адамдарда ғана әртүрлі. Нұсқа, иә болады, маймылдардың да саусақ іздері әртүрлі, адамдардікі сияқты. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап маймылдардың да саусақ іздері бір-біріне ұқсамайды, дәл адамдар сияқты. Жер бетінде 300-ден астам маймыл түрі бар. Ғалымдар оларды екі топқа бөледі. Ескі дүние маймылдары Африка мен Азияда тұратындар, жаңа дүние маймылдары Америкада тұратындар. Көптеген маймылдар, мысалы капуциндер, макакалар, бабуиндер, мандрилдер, тағам алу үшін таяқ пен тасты қолдана алады. Маймылдардың ақыл-ой қабілеті кіші балалардың деңгейіне тең. Өткен ғасырдың соңында ақштағы зообақта өмір сүрген екі горилла, Коко мен Майкл, танымал болды. Адамдар оларды саңырауларға арналған тіліне үйретті. Коко мен Майклдың арқасында ғалымдар гориллалар өтірікті түсінетінін, сену немесе сенбеуі мүмкін екенін анықтады. Төртінші деңгей. Қалай ойлайсың, өкілер отбасында қайсысы ірі? Аталығы ма, аналығы ма? Нұсқа аталы көкі аналығынан ірі. Нұсқа аналы көкі аталығынан ірі. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап аналық үкілер аталық үкілерге қарағанда ірі болады. Үкі жапалақтар тұқымдасының ішіндегі ең үлкен түрі. Үкінің денесінің ұзындығы 75 сантиметрге дейін жетеді. Бұл шамамен жерден рөлге дейінгі балалар самокатының биіктігіндей. Ал қанатын жайғанда ұзындығы 2 метрге дейін жетеді. Бұл үлкен бұрыштық диванның ұзындығындай. Үкінің басында құлаққа ұқсайтын қос қауырсын шоғы болады, бірақ олар нағыз құлаққа қатысы жоқ. Осы ерекшелігі арқылы үкіні басқа жапалақтардан ажыратуға болады. Үкі басын 270 градусқа бұра алады. Үкілердің көру және есту қабілеті өте жоғары. Олар үнсіз ұшады.